Баянмен дұрыс сүйісе алмадым. Иә, Қуандық Шәкіржанов пен Баян Есентаеваның желіде жақын тұрған суреттері мен бейне жазбалары тарап кеткен болатын. Осыған байланысты актер Қуандық Шәкіржанов продюсер актриса Баян Мақсатқызымен сүйіскеніне қатысты алғаш рет сұхбат берді. Оның айтуынша, әлеуметтік желіде тарап кеткен бейне жазба бұл кинодағы түсірілім болатын. Өзіміз ғой бағдарламасында берген сұхбатында онда актер кинодағы махаббатының рөлін сомдайтын Баян Мақсатқызымен арада болған сезім туралы сөз қозғайды. Кино болғаннан кейін бәрі де болады. Ол сценарий бойынша солай болуы керек. Біз енді Баянмен замандаспыз ғой. Ол менен кіші, ол да актриса, режиссер. Бұлайша айтқанда, мұны достық, әзіл деп түсінген дұрыс шығар. Бірақ мына балалар дайындық кезін салып жіберіпті әлеуметтік желіге. Өйткені бірнеше дубль болады ғой. Ақыры салғаннан кейін дұрыстап сүйіскенді салу керек еді деп әзілдеп қалды Қуандық Шәкіржанов. Айта кетейік, Қуандық Шәкіржанов Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ең танымал актерлардың бірі. Қазіргі кезде көптеген қазақстандық телесериалдардың басты рөлдерінде ұсынған өте мықты актерлардың бірі. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, әрқашанда сәттілік болсын, істеріңізге береке берсін. Жаздай қолымыз тимеді, мінекей Қапшағайдың түбінде отырып, жаздай уәде беріп, мына кісілерге келе алмадық, енді келмедік, қол босап, жинап тастапты бәрін. Күн салқын жинап тастайды екен ғой. Енді уақыт шыда, жазда келеміз. Келесі жылы Құдай берсе жазда келеміз. 20 жыл болды ғой, Қуандық айтқанында бар ғой. Енді қол тимей жатыр ғой.